Саламатсыздар ма? Құрметті оқырмандар, неонатолог әріптестер. Бізде нумет деген тақырып бойынша көптеген сұрақтар келіп түсіп жатыр. Сол бойынша мына нуметтің өзінің программасы бар. Программасын осылай ашамыз. Осы жерге нумерациясын белгілейміз. Бізде бұл жерге 1 деп қалдыра берейік. Мына жерге нәрестенің туылған аптасын жазамыз. Мысалға, біздегі нәресте 28-10 айда болды. 28-10 ай белгіледік. Бүгінгі күнмен есептегенде 21 күн. Туылған кездегі салмағы бізде 1 кг 100 болған нәресте. Қазіргі салмағы 1 кг 200. Босану аптасы 31 апта. Бұл нәресте бізде зыбур туылған, соған байланысты. Мына жерде қарасаңыздар, нуметаның G13-16 деген бар. 13 дегенді шала нәрестелерге, 16 дегенді тонушы нәрестелерге. Бұл жерде перифериядан жіберетініміз және лимфитті қосатын қоспайтынымыз туралы белгілейміз. Мына бірінші пунктті астында екінші пунктке өтеміз. Бұл жерде біз не таңдаймыз екінші пунктте? Нәрестенің белоктың мөлшері бізден 4-тен аламыз, өйткені 21 тәулік. Келесі постқа өтеміз. Бұл жерде енді осмолярлық қысым дейді. Осмолярлық қысымда біздің перифериалды бөлігі есептеледі, және центральныйда бөлігі есептеледі. Бізде қалыпты деңгейде 950-ге ұласақ, жерде жалпы сұйықтық берілетін сұйықтығымызды 50-ден 60-тан беріп көрейік. Сонда мына бергі бетінде нәрестеге біздің беріліп атқанымыз, арғы бетіндегісі беріліп атқан мөлшер. Енді осыған қарап осы парақшасын шығарып файлға қойсақ, немесе өзінің историясына шығарып алып жабыстырып қойсақ болады. Мұны қайтадан көрсете кетейін. Мына бергі беттегі біздің берген дозалар, арғы беттегі салмағына өлшенген дайын дозалар. Бұл жерде килокалориясы, глюкозаның деңгейі, белоктың деңгейі барлығы тұрады. Мына нәрестеде мысалы осылай басына іліп қоямыз. 3 нуметада барлық 3 қалташасын бір-біріне араластырып, және біздің алған 60 сұйықтықты осыған қосамыз. Енді қарасаңыздар, мына дозаторға крайнің арқылы жалғағымыз, қажетті мөлшерін осы системаға тартып алып, арқырап осылай дозатормен беріледі. Мына жерде міндетті де осы фильтр, үлкен фильтр қойылу керек. Басқа фильтрлардан бұл өтпейді.